Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina habibina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani ve yefqahu qawli. Thumma amma ba'd. Assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmetli cemaat, ağa bауырлар. Бесін алдындағы сіздермен бөлісетін уағызымыз ол көрші ақысы жайында. Дініміз ислам мына көрші ақысына үлкен маңыз берген, үлкен мән берген. Өйткені қасиетті Құранда Алла Тағала былай дейді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a ва бил валидайни ихсана ва бизил қурба вал ятама вал масакини вал джари зил қурба вал джари вал джунуби иля ахир ая. Аяттың мағынасында Алла Тағала Аллаға ғана құлшылық етіңдер және оған еш нәрсені серік қоспаңдар. Ата-аналарыңа, жақындарыңа және жетімдер мен міскіндерге, туысқан көршілерге және туыс емес көршілерге жақсылық жасаңдар деп бұйырады. Яғни біз үнемі туған туысқандарымызбен қоса көршілерімізге де жақсылық жасауға бұйырылған екенбіз. Қазақ халқында да сондай бір мақалдар бар: жақсы болсаң көршіңмен, кем қалмайсың еншіңнен. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық деп, осындай кереметтей мақалдарды аяттардан, хадистерден біздерге ұйқастырып кереметтей жеткізген екен. Бірде Айша анамыз радиаллаху анха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұраған екен: Я Расулалла, инна ли джаройни, фа иля аййихима ухди. Ва Расулалла, ва Алланың елшісі, менің екі көршім бар. Солардың қайсысына мен сыйлық берейін деп сұраған кезде ардақты пайғамбарымыз айтады: Иля ақурабихима минки бабан. Саған есігі, қайсысының есігі саған жақын, содан бастап сыйлығыңды бере бер деген екен. Ибн Омардан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: маған Жибрил періште келіп, көрші ақысы туралы өсиет еткені соншалықты, мен көршімнің мирасқорым болама деп ойлап қалдым дейді. Яғни көршіңе жақсылық жаса, көршінің ақысын жеме, көршіңе залымдық берме деп көрші жайында көп айтқан соншалықты, мен ол көршімнің мирасқорым болып қалама деп ойлап қалдым деген екен пайғамбарымыз. Енді ғалымдарымыз көрші ақысын немесе көршіге жасалатын жақсылықты былай деп жіктейді: ең бірінші сәлем беру. Саған сәлем берсе, міндетті түрде сәлеміне жауап беру. Кейбір кездерде сәлем берсе, оның сәлемінде алмай жататын кездер болады. Міне осындай нәрседен сақтанып, сәлемдесіп жүруіміз керек екен. Және көрші қонаққа шақыратын болса, оның қонаққа шақырғанына жауап беру, онымен етене араласу. Одан кейін көршіге зиян бермеу, көршінің айыбын ашпау, оның арын сақтау және қуаныш кезінде онымен бөлісу деген секілді көршілермен араласу керек екен. Халқымызда да бір сөз бар: туысқан болу ол атадан дейді, ал көрші болу ол атадан емес, бәлкім Алладан екен. Сол себепті де асыл дініміздің көрші ақысында құндылық ретінде қараған екен. Өйткені көршімен тату болу, көршімен жақсы етене араласу, қонақжай болу, жәрдемші болу деген нәрсе, ол дүние ақиретімізге де хайырлы, сауапты істерден болып табылады. Естіген білгенімізге амал жасайық. Ва ахир дауана алхамдулиллахи раббил алемин. Аллаху акбар.